Дауд алейхиссаламның кезінде бір оқиға орын алады екен тарихта. Bir күні Дауд алейхиссаламға Азраил алейхиссалам келеді екен. Жаңағы Азраил алейхиссалам келген кезде, Құдай сақтасын, пайғамбарлардың өзі ойланып қалады екен, ол Азраил алейхиссаламды көргенде. Уайымға түсіп қалады екен. Ассаламу алейкум. Ей, Азраил деп, бауырым деп амандасады Дауд алейхиссалам. Қандай мақсатта келдің дейді, қараңыз. Өзіңнің қызметіңді атқару үшін келдің ба дейді. Оның міндеті не? Міндетіңді атқаруға келдің ба? Жоқ. Басқа бір себеппен келдің ба дейді. Сонда айтады, жоқ, мен басқа бір мәселемен келдім саған. Бір хабарды жеткізу үшін. Мына сенің жаныңда жүрген мына жігіт саған өте адал жігіт. Сені жақсы көреді. Сенің дініңдегі бұйрықтарды ықыласпен орындайды. Алланы жақсы көреді. Сол жігіттің ғұмыры 10 күндік ғұмыры қалды дейді екен. 10 күннен кейін келіп оның жанын алып кетемін. Міне осының хабарын жеткізіп қояйын деп келдім дейді. Сөйтеді екенді, арадан 10 күн өтеді екен. Ана жігіт қайтыс болмайды. 11 күн өтеді, 12 күн өтеді. Сөйтеді, Дауд алейхиссалам ойланып қалады екен. Қалай болды деп. Сөйтіп бірнеше күн өткеннен кейін Азраил алейхиссалам тағы да келеді екен. Жаңа Дауд алейхиссалам тағы да әбігерге түсіп қалады екен. Ассаламу алейкум. Ей, Азраил, неге жүрсің? Оның міндеті жан алу. Міндетіңді атқару үшін келдің ба? Жоқ. Бір хабарын біліп кетейін деп келдің ба деген кезде, Алла Тағала мені сізге жіберді. Бір оқиғаның хабарын жеткізу үшін келдім. Мен сізге алдын келген кезде жаныңыздағы жігіт 10 күннен кейін ғұмыры таусылады деген едім. Жанын алуға алып кетем деген едім. Сол 10 күн уақыт өтті дейді. Сөйтіп мен оның қасында келе жатырмын дейді. Оның ырызығы таусылды дейді. Оның ішетін сусыны таусылған еді дейді. Енді санаулы қадамдары қалды, және де жұтып атқан ауасы қалған еді дейді. Мен қасында қызметімді атқарайын деп, қасында ілесіп келе жаттым дейді. Келе жатқан уақытында алдынан бір мүсәпір шықты дейді. Ей, Алланың құлы, Алла берген ырзығыңнан маған Алла жолында бір садақа қылшы деп сұрады дейді. Әлгі жігіт қалтасына бетіп қолын салып, қалтасынан шығарған еді, 6 дирхам ақша шықты дейді. Мынау Алла жолында деп ана тақыр міскін адамға берді дейді. Сонда әлгі кісі әлгі садақаны алды да дұға қылды дейді. Ей Аллах, Аллахым сенің ғұмырыңды ұзақ қылсын. Және де сені Дауд алейхиссаламмен жәннатта бір болуыңды нәсіп етсін деп шын ықыласымен дұға қылды дейді. Әлгі жігіт арқырайын санаулы қадамдарын басып жалғастырып кетті. Мен де келіп, қасына келіп, жанын алуға енді кірісе берген сол дейді, Алла Тағаладан уахи келді дейді. Ей Азраил, тоқта дейді, жанын алма оның. Қазіргі мына міскіннің дұғасын естімедің ба? Алла сенің ғұмырыңды ұзақ қылсын. Және де сені жәннатта Дауд алейхиссаламмен көрші қылсын деген естімедің ба? Алла сол міскінге берген 6 дирхамы үшін оған 60 жыл ғұмыр қостым дейді. Және де оны сол жәннатта Дауд алейхиссаламмен көрші болады оны. Осы хабарды Даудқа жеткізіп қой деп Алла Тағала маған әмір қылды. Сол оқиғаны жеткізіп